Сәлеметсіздер ме, құрметті шахмат сүйер көрермендер. Бүгін ең қызықты тақырыптардың бірін қозғағалы жатырмыз. Ең танымал топ 3 ловушка. Қулық жасайтын тәсілді көрсетемін. Жаңадан ойнап жүрген шахматшылар болатын болса, мен каналымды алғаш рет көріп отырсаңыз, міндетті түрде келіп кетіңіз. Міндетті түрде подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Қызықты сабақтарды жібермеу үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше дайын болсаңыздар, бастайық. Ең бірінші ақтармен ойнаған кезде көп жағдайда барлығымыз E2, E4 жүрісін жүреміз. Қарсыласымыз көп жағдайда E7, E5 жүреді. Осы жерде біз атты шығарамыз, теория бойынша. Олар да атты шығарады. Сонымен бұл атақты орыс партиясы деп аталады, яғни русская партия. Осы жерде біз жейміз. Енді негізгі основной ход олар үшін D6 болып есептеледі теория бойынша. Енді бұл жерде қарсыласымыз жейтін болса, бір тамаша қулық жасауға болады. Ол әрине ферзь E2. Міне осылай шабуыл жасаймыз атқа. Қарсыласымыз егер атын алып кететін болса, қалаған бір жерге алып кететін болса, онда бізде шаққа жол ашылып отыр, ашық шаққа. Енді қазір паузаға қойып, өздеріңіз ойланып көріңіздер, қандай ход жасауға болады осы жерде. Егер дұрыс жауабын тапқан болсаңыздар, әрине бұл жерде ферзьбен конь C6 ходын жүріп, шақ береміз. Осы ашық шақ беру тәсілі арқылы ферзін ұтып алады екенбіз. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, олар королін қорғау керек. Слонмен жапса, ферзін жейміз. Осылайынан ал егер ферзбен жапса, бәрібір ферзін жеп алады екенбіз. Міне осындай үлкен ловушка бар. Негізі көп жағдайда көбісі былайынан шақ беріп жатады. Слонмен жабады, ары қарай ладьясын ұтады. Бірақ шахматта білесіздер, ладьядан гөрі ферзь қымбатырақ тұрады. Ферзь 9 пешкінің құнына тең, кейбір кітаптарда 10 пешкінің құнына тең деп жатады. Позицияның қалай орналасқанына байланысты, кейбір жағдайларда ферзь 2 ладьядан да мықты болып жатады. Сол себептен бұл жерде қарсыласымыз егер атпен қашпаймын, егер атты қорғаймын десе, онда мына пешкені жүрмеңіздер, өте қауіпті. Өйткені мынандай шақ болып қалады өзімізге. Пешкімен жапқаннан кейін былай атпен жейді. Біз атын жесек, ладьямыздан айырылып қаламыз. Негізі бұл жерде де мүмкіндік бар бізде. Олардың атын жемей, өзіміздің атымызбен жүріп, ашып шақ береміз ферзбен. Олар жапқаннан кейін біз ферзін жесек, олар да біздің ферзді жейді. Жалпы айтқан кезде позициямыз сәл ыңғайсыздау. Сіздерге жалпы соңына дейін көрсетіп жатырмын. Осындайға түсіп қалмаңыздар деп. Сол себептен пешкіні король жақтан ашу қауіпті. Әрқашан былайынан жүрген дұрыс. Міне осылайынан атын қуамыз. Аты қай жаққа қашса да бұрынғы сол тәсілге түсіп, ашып шақ беру арқылы ферзін ұтып аламыз. Міне бірінші қулық осындай орыс партиясында. Ары қарай келесі қулық қандай? Келесі ловушка, ол атақты қулықтың түрі бізде каракан вариантында. Біз E4 ойнаймыз. Кейбір біздің көп ойыншыларымыз жаңадан бастап жүрген тренерлердің, бапкерлердің айтуымен, немесе өздері бір жерден көріп алып, каракан защитасын қолданады. Бұл каракан защитасы деп аталады. Осы бұл жерде мынадай қулық жасаймыз, пешкені алдыға жүреміз. Әдетте олар алдыға жүреді. Біз осылайынан шығарамыз атымызды. Бұның бәрі теория. Жейді, біз де жейміз. Қараларда негізгі основной вариант бұл жерде слонды шығарады, немесе атты шығарады, немесе былай жүреді. Енді кез келген ход жасайды. Мынандай да вариант бар, атты шығаратын. Егер атты осылай осы жерге шығаратын болса, осы жерде басталады. Енді осы жерде ақта негізгі варианттар атты шығарады, слонды шығарады, мына жерге шығарады, қара слонды шығаруға болады. Енді варианттар көп. Бірақ біз қулық жасаймыз, ферзь E2 ходын жасаймыз. Осы жерде қаралар атын шығаратын болса, байқамай осылай паузаны басыңыздар, өздеріңіз ойланып көріңіздер. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жерде керемет ход бар ақтарда, осындай қате жіберген уақытта. Бұл жерде сіздер жауапты дұрыс тапсаңыздар, бұл жерде конь D6 ходын жүріп, шах и мат қоямыз. Пешкімен жеуге болмайды, связкіде тұр. Корольдің қашатын жері жоқ. Осылай қулық жасап керемет мат қоюға болады. Үшінші біздің топқа кіретін қулық жасау тәсілі, ловушка. Ол қазір сіздерге көрсетемін. Ол мат легания деп аталады, танымал. Егер жаңадан көріп жатқан көрермендеріміз болса, ол әрине міндетті түрде керек.
мат леганяның тәсілін көрсетемін. E4 жүреміз, E5 жүреді, барлығы дұрыс. Атты шығарамыз, пешкені жүреді, слонды шығарамыз, олар қарсыласымыз слонды шығарады, біз атты шығарамыз. Осы жерде бір негізгі вариант бойынша олар пешкені жүреді былайынан. Паузаны басып, ойланып көріңіздер. Осы жерде керемет ход бар. Ол әрине пешкені аламыз. Көріп отырсыздар, мұнан жеген кезде, мұнан жейтін болса, ары қарай біз слонын жеп аламыз. Бізде бір пешке артық, позиция өте керемет. Сондықтан қарсыласымыз былай алып жатады ферзді. Көбінесе ферз тегін беріп тұрғаннан кейін ферз жейді. Ферзді бұл жерде бере саламыз. Мінекей қулық, шах береміз. Корольдің жалғыз ғана жүрісі бар. Король қашады. Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Осы жерде ең соңғы жүріс қандай ход? Комментке жазып қойыңыздар. Жауаптарыңыз дұрыс болса, сол жауапқа лайк басам. Осы жерде атпен шах и мат береді екенбіз. Міне осындай тамаша мат леганя тәсілі. Бұл жерде негізі енді көбінесе қарсыласымыз пешкімен ойнамайды. Негізгі основной вариант атпен ойнайды. Бұл жерде де негіз көрсетіледі. Бұлайынан жеуге болады деп, көп слонмен жесе, дәл солай болады. Жегеннен кейін бұлай шах болады. Король қашады, осында керемет мат леганя болады. Бірақ бір ескертетін жайт бар. Осы жерде жегеннен кейін қарсыластарымыз жай атпен бұлай жеп алатын болса, онда біз мат леганя қоя алмай қаламыз. Неге? Себебі біз енді слонды жей алмаймыз, оны ат қорғап тұр. Бұлайынша айтқанда бір фигураға жеңіліп қалдық. Сондықтан мат леганяны әдемілеп жасау керек. Ол үшін көп жағдайда біз пешкені ойнаймыз. Олар жесе, біз жейміз, позициямыз жақсы болады. Преимущество двух слона дейді. Бізде екі слон мүмкіндігі бар. Слондар негіз ойынның басында аттарға қарағанда сәл күштірек болады. Соны естен шығармаңыздар. Сол себептен слонмен жесе бізге жақсы, бірақ көп ойыншыларымыз әрине байлап тастау тәсілін соңдайдан қолданады. Міне осы жерде уже беруге болады атты. Енді біз атпен жегеннен кейін бағанағыдай слонмен жесе біздің ферзімізді сол баяғы мат леганяға барады көрсеткендей. Егер жемей, осы жерде біздің атымызды жейтін болса, онда біз мына слонды алып аламыз. Бірақ сұрақ туындайды. Олар біздің слонымызды атпен жесеше деген сұрақ туындайды. Әрине жейді, бірақ бізде оған керемет жауап бар. Ойлаңыздар, паузаны басып, пікірлеріңізді комментке жазыңыздар. Қалай ойлайсыздар, қандай ход жасау керек? Егер дұрыс тапсаңыздар, онда мен сіздерге көрсетейін. Ол әрине мынандай шах береміз. Қос соққы тәсілін қолданамыз. Двойной удар. Енді кез келген ферзбен жабама, пешкемен жабама, бізге бәрібір атын алып аламыз. Қарап отырсаңыздар, бізде 8 пешке, қарсыластарымызда 7. Бұлайынша айтқанда дебютте өте керемет шықтық. Бір пешкені қалтамызға салып алдық. Ары қарай тек қана сіздің техникалық ойыныңызға байланысты жеңіске жетуге болады. Міне достар, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ең бастысы, ұнаса лайкты аямай басыңыздар. Каналымыз одан әрі дамитын болады. Рекомендацияға шығатын болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мектеп оқушыларына, әрине класстастарыңыз болса, осы қулықты барлықтарына көрсетіңіздер. Сол арқылы шахматта біліміңізді дамытып, бір-бірлеріңізбен ойнауға қызық болады деп ойлаймын. Ең бастысы, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай сабақтар шығып тұратын болады. Алла қаласа. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.